Сәлем қыздар. Бүгін бізде жоспар бойынша Инстаграмда актуальная деген қатарды толтырамыз. Инстаграм парақшасын ашамыз және де өзіміздің профилімізге өтеміз. Осы жерде мен бомбоньерки, доброе утро, мотивация деп үш актуальный толтырып қойдым. Енді бұны толтыру үшін сіздерге бір рет көрсетейін. Добавить. Мен енді бомбоньерканың ссылкасын жасап қойдым. Доброе утро, мотивация. Енді жалпы күндерім қалай өтеді, соларды салайын. Далее енді осы жерге не жазамыз? Будни дни деп жазайық. Готово. Енді мына жерге мен тура осындай гүлдерге ұқсас бір аватар саламын. Ол үшін үстінен басамын. Үстінен басқаннан кейін еще деген кнопканы бассаңыздар, редактировать актуальное дегенді басасыздар. Басқаннан кейін редактировать обложку. Галереяға кіресіздер. Осы жерден өзімізге қажетті аватарды таңдап аламыз. Аватар болғанда бұл обложка жаңағы сторис, актуальный стористерді әдемі етіп көрсетіп тұрады. Визуал деп айтады. Мынаны таңдайын. Стрелканы басамын, готованы басамын. Тағы да готово деймін. Мінекей сақталынды. Будни дни, көрдіңіздер ма? Қандай әдемі не береді? Әдемілік береді да сіздің парақшаңызға. Тағы да көрсетейін. Добавить. Так. Далее. Осы жерге не деп жазсақ болады? Сторис деп қойын үшін. Сторис деп қойын. Готово. Енді мені сторис деп тұр. Енді осының үстіне обложка таңдаймыз. Жаңағы жазған сторисімнің актуальныйның үстінен басамын. Еще басамын. Редактировать актуальное. Редактировать обложку. Галерея. И сурет таңдаймыз тағы да. Стрелка. Готово. Мінекей сақталды. Осылай 5 қаттар толтырып қойдым. Бұны шексіз толтыра берсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сау болыңыз.